Бүгіннен бастап қаламыздағы Чернышевский көшесінен Металлург даңғылына дейінгі жолдарда орташа жөндеу жұмыстары басталады. Осыған дейін мердігер ұйым Теміртау көшесінен Чернышевский көшесіне дейінгі жолдарды жөндеуден өткізген болатын. Кеше әкімшілікте өткен жиында қаладағы көлік қозғалысы жұмыстың аяқталуына кедергі келтіретін болғандықтан бейбітшілік даңғылындағы жолды уақытша 4 күнге жабу туралы шешім қабылданды. Если ты за 3 дня край 4 дня сделаешь, Егер сен жөндеу жұмыстарын 3 тіпті 4 күнде аяқтайтын болсаң, мен дәл қазір бейбітшілік даңғылын жабуға бұйрық беремін. Өйткені мен үшін де, қала тұрғындары үшін де сапалы жолдың болуы қажет. Ал ол үшін бұл жолды уақытша жаба тұруға толығымен болады. Өйткені қоғамдық көліктің өзі де жөндеу жұмыстарына кедергі келтіреді. Бейбітшілік даңғылында жүргізілетін орташа жөндеу жұмыстарына Армстрой мердігер ұйымы жауапты. Қала әкімі берілген уақыт ішінде жұмысты аяқтау үшін мердігер ұйымның басшысына қызметкерлерін ширатуды және жұмысқа бар техниканы салуды бұйырды. только не надо мне с 9 до 5 ложить. Маған сендердің таңғы 9-дан кешкі 7-ге дейін жұмыс жасағандарыңның қажеті жоқ. 4 күнде бітіреміз деп уәде бердің. Сөзіңде тұр. Тіпті түн ортасында жұмыс жасасаңдар да, қолыңда барлық техниканы сал. Бастысы уақытында әрі сапалы етіп аяқта. Сондай-ақ жиын барысында жолдардан бөлек біраз дүниелер қарастырылды. Ағымдағы жыл шаһар әкімінің бұйрығымен қала көшелерін 100%-ға жарықтандыру мәселесі мақсат етіп қойылған. Соңғы уақытта қаламызда 8 мыңға жуық жарық бағаналары жаңартылды. Мы должны на конец года выйти с 8,5 тысяч светоточек, правильно? Біз сіздердің алдарыңызға мақсат қойдық. Жыл соңына дейін сіздер 8500-ге жуық жарық бағаналарын орнатуларыңыз қажет. Жұмыс өте баяу жүруде. Жылдамдатыңыздар. Қазіргі уақытта Теміртауда жол жөндеу жұмыстары жалғасуда. Биылғы жөндеу жұмыстарына 2 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Жол азабын әбден тартқан қала тұрғындары жұмыстың барысын үздіксіз бақылап отыр. Сондықтан Ғалым Мәшімов жөндеу жұмыстарын жеделдету және барлық жұмыстарды уақытында аяқтау қажет екенін атап өтті.